ан 3n минус 5-ке тең деген, яғни бізде ан деп отырған 13 болатын мүшесі номерін табыңыз дейді. Енді сол 3n минус 5-ті 13-ке теңестіріп аламыз. 3n, мұнда 13 қосылған 5 болып барады, сонда 3n тең 18, n тең 18-ді бөлем 3-ке 6 болады екен. Жауабы n тең 6. 1. 3-ке А3 9 қасиеті пайдаланып, А2-ні тауып, арифметика 12-ші мүшесін тап. А12-ші мүшесін тап дейді. Жақсы, онда бізде бұл жағдайда қасиет пайдалан деп тұр екен. Демек А2-ні сол қасиет бойынша табу керек болса, 3 қосылған 9 бөлінген 2, яғни арифметикалық ортасын таба саламыз. Сонда 12 бөлінген 2 тең 6 болады екен. Енді бізде алманы табамыз. Айырмасы А2-ден азайтамын А1-ді. Сонда 6-дан азайтамын 3-ті. Бізде болады 3. А12-ні табу керек. А12 деген А1 қосылған 12 11-ді болады. 3 қосылған 11 көбейтілген 3. Сонда 3 қосылған 33 болады. 36 болады екен. Геометриялық прогрессия 2,1-ге тең В1. В2 0,7-ге тең. Тізбегін табыңыз. Келесі екі мүшесі. Яғни бізде Q-ді табу үшін 0,7-ні бөлемін 2,1-ге. 7-ні 21-ге бөл деген сөз, ол бізде сонда қысқа шегінде 3-тен 1-ді білдіреді. Келесі В3-ті табу үшін 0,7-ге көбейтемін 3-тен 1. 0,7 көбейту 3-тен 1, 7-тен 30-ды білдіреді. В4 30-дан 7 көбейтілген келесі 3-тен 1-ді болады бізде 7-ден 90. Төртінші есеп. Геометриялық прогрессия бізде В1 4-ке тең, Q минус 3-ке және S4-ті тап деп тұр. Бұл жерде S4-ті табу үшін бізге ыңғайлысы формула қоя салам. S4 В1 көбейту 1 азайту QN 1 азайту Q деп орнына қоя саламыз. 4 көбейтілген 1 Q деп отырған минус 3-дің N деп отырған 4 дәрежесі. Бөлімінде 1 азайту плюс 3 болады. Онда бізде мына жерде бізде минус. 4 1, мына жер 4-дің 3 дәрежесі 27, 4-ді 81. Минус мен жұп дәреже плюс қып жүреді, бірақ алдына бәрібір минус бар, сонда минус 81 болады мына жер. Бөлімінде 4. Мына 4 пен 4 қысқарып кетсе, минус 80 болады. Ені бірінші бұта 1-ге, екінші бұта 2 деді, үшінші бұта 4 депті де, қанша бұта 6-ға жуық гүлзар отырғызылды деді. S6 геометриялық прогрессия алғашқы мүшесін табамыз. Біз Q тауып аламыз бұл жерде. 2-ні 1-ге бөлеміз, яғни В1-ге 2. Немесе 4-ті 2-ге бөлсек 2 болады. Q-ді 2 екен тауып алайық. Енді S6 геометриялық прогрессияның формуласын апарып қоямын. 1 азайту QN, 1 азайтылған Q. В1 деп отырған 1 бұл жерде, 1 азайтылған Q деп отырған 2-ның 6 дәрежесі. Мұнда 1 азайту 2. 2-ның 6 дәрежесі 5 дәрежесі 32, 64. 1-ден азайтам 64-ті. 1-ден 2-ні айса минус 1 болады. Сонда
минус 63 бөлінген минус 1 минус плюс 63 болады деген сөз. 6 тең 63.